Екібастұзға келген кезде оң аяғым жүруден қалды. Ең бірінші қорыққаным сол болды. Енді не істеймін, енді шығып, елден енді шыққанда Жидебайға қалай жетемін, жолдың енді бақылап атқанда деп. Үшеуміздің де велосипедіміз бір-екі жер түсіріп. Оны өзіме енді уәде бердім. Еңбектесем де, велосипедімді сүйретсем де біз Жидебайға жетуім керек деп. 10 күнге жобалаған велошеруіміз 8 күнде бітті. Қыстың күнде велосипедпен жүре бересіз ба? Жалпы тек қана жазда жүрем, бірақ алдыңғы жылы бір қыс жылы қысты күндері великпен жүріп шықтым. Осы великтің ана покрышкасына бір саламыз, арнайы бір салып, шуруптар арқылы. Сонымен бір жыл жүріп шықтым, бір қыс. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін біз велошабандозбен сұхбаттасатын боламыз. Мына велосипед 1000 шақырымды артқа тастап, Астанадан Семейге, одан ары Жидебайға сапарлап келген велотұлпар. Бұл велосипедтің иесі журналист, Астана ақшамы газетінің тілшісі, әуесқой велошабандоз Дәулетқали Асау. Дәулет аға, келіңіз. Ассалаумағалейкум аға. Қалай барып келдіңіздер аға? Өте тамаша, жол тамаша, және елдің қолдау тілеулестігі бар. Өте жақсы көңілдермен бар. Ой, бәрекелді аға, великің жақсы екен. Жүріңіз. Қазір жаңа әңгімені іште жалғастырайық. Құрметті ағайын, әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Дәулет аға, ал енді сапар туралы кеңінен айтып берсеңіз. 2-ші қыркүйекте шықтық, мына ауа ескерткішінің алдына. Жидебайға шейін күніне 100 шақырымда, жобалап 100 шақырымдан алып отырғанда 10 күнде жетеміз деп ойладық, 1000 шақырымдық жол. Одан бірінші күні шыққаннан тыңғыз бойда желік бол дегенде, бірінші күні Ерейментауға шейін 165 шақырымда алып тұрдық. Одан екінші күні Ерейментаудан Екібастұзға шейін тағы 160 шақырым жүріп. Сөйтіп 10 күнге жобалаған велошеруіміз 8 күнде бітті, Жидебайға барды. Алтыншы күні Семейге тоқтадық. Семейде бір күн болып тұрды, шараларға қатыстық. Ауа ескерткішіне гүл қойдық. Одан алаш арыстарымыз мұражайына бардық. Семейде бір облыстық мәслихаттың депутаты, Семейдің бір үлкен бизнесмен бар екен, Ақшекең корпорацияның. Марат Құрманбай деген. Ол кісі арнайы бір шақырып алып қонақ етті. Сондай бір абайтанушы Асан Омаров деген ағамыздың үйінде болып, абай туралы көптеген төбелектер тұрды. Енді жол бойы түрлі жағдайлар болып тұрды енді. Біз енді оны ойластырып шыққанбыз. Жел болады, жауын болады. Астында көлігіміз сынақ дегендей. Сол сақ-түйек көлік тұсыны жөндеп отырдық. Қарсы жел болды, оның қиындықтар, ойлы қырлы жерге жеттік дегенде. Дегенмен Нұрсұлтан Павлодар автобанның тақтайда екен, оңып отыратын тура. Одан әрі Павлодардан Семейге шейін де автомобиль болғанмен жол оған бергісіз, ол да тамаша. Жол негізі жақсы. Абайдан әрі енді атулар болды. Дегенмен жол жақсы, күнде сондай қиындық тудырған жоқ. Жақсы жеттік деп ойлаймын. Енді жалпы өзім 5 жыл бойы велосипед теуіп жүрмін. Оның үстіне
күнделікті жүгіріп секіріп тұру деген сияқты жалпы физикалық денсаулығыма көңіл аударам. Мана турник дегенде жүгіруді 10-15 шақырым жүгіріп дайындалып жүрдік. Ал жолға шығарда бір ай қалғанда тағы велосипедпен дайындалдық. Илинка ауылына барып келдім, 18 шақырым жүрген, 36 шақырым болады екен. Одан Тайтөбе ауылына барып келдім, ол 33 шақырым болады екен. Үйден барып келдім, 66 шақырым. Одан бір күні 50 шақырым барып қайтып, 100 шақырым барып келіп, сөйтіп өзімізді шыңдап дайындалдық. Бірақ дегенмен енді күнде 100 шақырым артық жүріп отыру шаршатады адамды. Мойын талады, арқа талады, аяқтарыңыз. Одан барып қонаға барған жерде табағанымыз соққылап түсеміз. Мына сөйлесуге мүмкіндік болмайды. Ертеңінде енді кішкене ширығып тұрамыз. Енді ойға алған мақсатымыз соған жету міндет болғаннан кейін енді кішкене қиындықтардың бәрін шыдадық. Рахмет. Енді мынау жолға біз дайындалдық қой, тәуекелдің де 1000 шақырымға әр адам тәуекел ете бермейді, оны түсіндік. Ең бірінші біз көлігімізді жөндедік. Мен енді көліктің рамасынан, рулінен басқа жерінің бәрін жаңарттым. Дөңгелектің тұсынан бастап, шебі, камерасы, бүкіл қозғалатын орындығы бәрі. Дегенмен ұзақ жол қойсын ба, енді үшеуміздің де велосипедіміз 1-2 жер сынып алды. Ернат деген жігіттің 2 дөңгелек атылып кетті. Покрышкасы тесіліп, Жасыланның артқы орындықтардың шабақтары кетті, бір 6 шабағы кетті. Біз жүгіміз бар, артта олда салмақ түсіреді. Менің рулімнің мочевниктері кетті, сондай қиындықтар болды. Дегенмен көлік онша қатты қиындатаған жерден жоқ. Енді денсаулық жағынан келсек, жеке денсаулық жағынан мен баяғыда бір 20 жылдай бұрын, одан көп бұрын бір құлап аяғым сындырған биік этаждан, 5 этаждан. Соны чашка езіліп кеткен. Содан Ерейментаудан Астанадан шыққанда Ерейментауға дейін күн ыстық болды да шортимен шыққанбыз. Ерейментауға жеттік. Таңертеңінде тұрып, енді 2 уақытта шығарда таңертең күн білініп тұр. Жаңбыр сіркіреп, желді қатты тамып, оның үстіне зарлы ғой. Одан жарайды, осымен жүре берейік деп, тағы 2 уақытқа 160 шақырымдай жүріп кеттік. Сонда жел сол оң аяқтан, сындырған аяқ жақтан соғып отырды да, аяқ қатып қалды енді. Екібастұзға келген кезде оң аяғым жүруден қалды. Оң аяғым жүруден қалды, баса алмай қалдым. Ең бірінші қорыққан сол болды. Енді не істеймін, енді шығып, елден енді шыққанда, Жидебайға қалай жетемін, жолдың енді бақылап атқанда деп. Соны өзіме енді уәде бердім. Еңбектесем де, велосипедімді сүйретсем де, біз Жидебайға жетуім керек деп. Содан түрлі майдар жағып, тізеге қалың трико киіп алдық. Содан Екібастұздан Алла жол берсін деп Павлодарға аттанып кеттік. Бірақ бәрі болмады, майдың көмегі сондай онша тимеді. Содан жолда келе жатқанда Павлодарда бір жолдасым бар, класстасым, бұрыннан Павлодарда тұрады, үлкен видеосымен. Соған звондадым. Қойдың құйрығын тауып қой, шикі құйрықты. Соны ол тауып қойды. Өзім бәрімізден мал баққан қазақтың боласымыз, қойдың құйрығын қасиетін білеміз. Содан түсіп, ол үйге келгеннен кейін, Павлодарға келгеннен кейін жаңағы құйрықты тіземе тартып алдым. Сол су қырған тізеге. Содан Семейге жеткенше 3 күн бойы жаңағы құйрықпен жүрдім. Тіземе байлап аламын, кешке жатарда алып тастаймын, қазір құйрықпен салқындатып, таңертең жолға шыққанда тағы аламын. Сол Семейге шейін жаңағы бүкіл суықты сорып алды жаңағы. Енді қойдың қасиеті ғой, құйрық. Қой енді бүкіл витаминді құйрығына жинайды ғой. Соның арқасында міне осы сапар болды деп ойлаймын, сәтті аяқталды деп ойлаймын. Болдық, осыдан бір 5 жыл бұрын сатып алдым. 45 мың теңгеге алдым. Қытайдың велосипеді, скоросты, бірақ дегенмен де ол кәсіби велосипедшілер себетін, спортшылар себетін велосипедтен айырмашылық көп. Жер мен көк дейді олар. Мысалы, біздің велосипедтердің баллонның жерінің кернеуі 3,5-4. Олардікі 9,5-ға шейін барады екен. Сосын ол велосипедтермен біз енді Семейде кездестік, қауымдастықтың жігіттерімен. Олар қатты жүргенде сағатына 60 километрге шейін ала алады екен жылдамдығы.
Biz жүрдік, біз Семей телеарнасының жігіттері бізбен жүріп отырғанда, түсіріп отырғанда, солардан сұрадық, қанша алады екен біз қатты жүріп отырғанда. Сонда 30 сағатына 30 километрге дейін алып отырдыңдар деді жігіттер. Сосын олардың велосипеті жаңағы кәсіби велосипедшілердің көліктері, олар жеңіл жүруге жеңіл. Және контактный дейді, педальдары бар, олар өрге шыққанда көтеріп тартатын көп жеңіл. Міне екі есе жеңіл деп айтуға болады, онда велосипедпен жүруге. Семейге келгенде бізге қосылды велосипедшілер қауымның жігіттері. Сонда солар айтады, мынандай велосипедпен енді 1000 шақырымға жүріп келу деген енді өте қиын, сену қиын дегенді айттылар енді. Содан және бұл жел бір қиындық туғызған жел болды бізде. Бұл желде біз өзіміз велосипед спортында бар екен жалпы. Біз енді жел қарсы алдымыздан шыққан немесе жанынан шыққан кезде бір адам желдің өтіне тұрады да, қалған екеуі соны ыққымыздан жүріп отырады. Шаршағанда ауыстырып отырамыз бір-бірімен, сөйтіп осылай күшті осылай іркіп сақтап бір-бірімізді ауыстырып сөйтіп күш жинақтап келдік. Сонда көліктер өтіп жатқанда жанымыздан бәрі сигналдарын беріп, қуаттап, көңілімізді көтеріп қойды. Немесе көліктермен келіп тоқтай қалады да, фотоға түсейік деп тілектерін айтып, әйтсек суларын беріп, бір кісі мысалы құртын беріп, тамақтандырып алып деп, сөйтіп бір ықыластар ерекше болды халықтың. Соған қуанып келе жаттық. Барған жерімізде де ел үйріліп қалады. Ананы мынаны сұрайды, тілектерін айтады. Бізде халықтың жағдайымен танысып сол жерде өте жақсы болды. Сіздерді көлік бірге жүріп жүрген жоқ қой, Жоқ, көлік жүріп жүрген жоқ, бірақ Семейге кеп, Жидебайға шейін ар жағында 180 шақырым Семей телеарнасының көлігімен шықты, олар жол бойы түсіріп отырды. Одан қатты бір Жидебайға көтерілерде бір 7 шақырымда бір алдан қатты жел соқты. Сол кезде ол жігіттерді енді біледі ғой, көлігін жай жүргізіп отырды да, біз оның артына тіреп отырдық. Артына тіреп жаңағы желден ықтап отырдық. Өйткені жел ашық дала, аңғардан соққан жел мүлдем басқызуға мүмкіндік бермеді. Педалды басқызуға мүмкіндік бермеді. Сол кезде жаңағы жігіттердің көлігінің артына тіреп, ықтап сөйтіп жүріп отырдық. Енді қастарыңыздан жүк көліктері немесе автобус өткен кездерде қандай қиындықтар қағып кете жаздаған сияқты сәттер болды ма? Иә, ондай да болды. Ол енді үлкен жол болғаннан кейін көлік көп өтеді. Әсіресе мына жеңіл машиналар анша қауіпі жоқ. КамАЗ, автобустар өткен кезде, олар дәл жанынан өткенде бір 50 сантиметр жер өткен кезде жерден өткенде ұшып кетіп жаздайсың. Ондайда енді сақ отыру керек. Екі қолың рөлде өте мұқият отырасың. Телефонмен сөйлесуге алаңда болмайды. Өте сақ отырамыз. Содан кейін жолда енді тастар бар ғой. Мысалы, машина өткенде, көлік өткенде жолдың тасын шетке қарай лақтырып отырады. Қиыршық тастардың бәрі, сақ қиыршықтардың бәрі. Машина өткенде біз жаңағы тастардың астымен жүруге тура келеді. Көлік шетінде. Көлігіміздің покрышкасы тесілетінде содан. Сонда жаңағы тастан да тайқып кетуі мүмкін. Сонда жанынан келе жатқан машинаның астына түсіп қалуы мүмкін. Ондай да қауіп болды. Сонда көлік жоқ жерде біз енді таза жолға шығып аламыз да, дегенмен көлік бар жерде еріксіз жаңағы қиыршықтардың үстінен жүруге тура келеді. Жолдың шетінде ол үйіліп жатады, шашырап жатады. Сондай қиындықтар болды. Семей жері тарихи мұраға бай өлке ғой, бірақ тарих тынып тұр. Біз Семейге жетпей, бір 38 шақырымда жетпей, Аққолтық деген қыстақта бір 2-3 үй ғана тұрады екен сол жерде. Жерінде 60 үйлі ноғай тұрыпты. Сол жерде сол кісілер сол кезде салынған 19 ғасырда салынған мешіт екен. Соны барып көрдік. Жолдың бойында екен. Бір шегесіз салынған ағаш мешіт, зәулім, бірақ енді уақыт өздеген істейді ғой. Сол ағаштар шіріп, мұнарасы қисайып ішіне қайтып барады екен. Оны қоршақ қойыпты, бірақ дегенмен ешқандай қараусыз, мемлекеттің қараусыз жатыр. Егер деймін осылай қараусыз қала беретін болса, айналдырған бір ажылдың ішінде жаңағы мешіттің мұнарасы құлап, содан айырылып қаламыз ба деп ойлаймын. Қорқыныш. Сондықтан сол жергілікті билік осы мешітке қамқор болса, мемлекеттің
өз қарамына алса, соны бір жөндетсе, жаңғыртса деген бір тілек бар. Сондай-ақ бұл енді Абай мен Мұхтардың жалпы қазақтың ұлыларының өскен жері ғой, топырағын таптаған. Сол жерде көп тарихи орындарға тоқтап, бара жатқанда да келе жатқанда бәрі, мысалы, бара жатқан жолда, Жидебайға бара жатқан жолда біз Еңлік Кебектің кесенесіне тоқтадық. Еңлік Кебектің басында Құран оқып, суретке түсіп, әрі қарай жол жүрдік. Сол жолда Киікбай асуына бардық. Күре жолдан 21 шақырым қиястау Ақшоқыда Құнанбай әулетінің қорымы жатыр. Онда бүкіл Құнанбайдың балалары, келіндері, енді бақын жиендер, жақын жырағаты соның бәрі жатыр. Үлкен қорым. Біз сонда барып, сол жерде Құран оқытып, зиярат етіп, сол жерде Құнанбай мұражайына кірдік. Одан түн боқпаса да жолай Абайдың қасқабұлағына барып су іштік. Ол да жолдың шетінде жатыр екен деген бір шақырмай. Онда барып оқып келдік. Сонда келе жатып, ой, осында Абай бір кезде бала кезінде, Абай осы жерде өмір сүрді, топырағында ойнап өсті деген бір сезім болды, тебіреніс болды. Жидебайға барғаннан кейін арнайы барып, Кеңгірбай бабаның зиратына барып, одан Құран оқыдық, одан мешітіне кірдік. Енді арнайы барып тұрғаннан кейін енді Абай мен Шәкәрімнің кесенесіне, ол жерде міндетті түрде Құран оқып, ол жерде Зере мен Ұлжан апаларымыз жатыр, олар Құран оқыды. Сол кесенеде және Оспан, Абайдың Оспан мен Шәкәрімнің ұлы Ахат жатыр екен. Оларға да Құранға қосып. Сосын Бөрлідегі Мұхтар Әуезовтің ауылына бардық. Ол да бір 8 шақырым жолдан қиястау жерде. Музейін көріп, Мұхтар Әуезовтің сол Бөрліде әкесі шешесі жатыр екен, соның басына барып Құран оқыдық. Ол да кішкентай ғана ауыл екен Бөрлі. Онда да көріп, бала Мұхтардың өскен жерін ескерткіштер екен шағын сол жерде. Аға, соңғы сұрақ. Жалпы бұл сапардан сіз қандай ой түйдіңіз, қандай әсер алдыңыз, мақсат мұраттарыңызға жеттіңіздер ме, яғни сапар ойдағыдай болды ма? Басты мақсат, бұл сапарға шыққандағы мақсат негізі Абайға деген құрмет қой. Абайға деген құрмет, соның ілімін ел арасына насихаттау, сол арқылы қоғамның, мемлекеттің назарын аудару Абайдың іліміне. Сондай-ақ жергілікті жердің тарихымен танысу, Абай танушыларды сұхбаттасу, солардан білім алу. Мен енді өз басым Абайды енді мектептен оқыдық қой енді Абай жолын. Дегенмен енді бұлай зер салып оқығанымыз осы жолға шығатын кезде Абайға зер салып оқи бастадық. Қара сөздерін алып алып, Абай туралы ғалымдардың шығармаларын алып алып, осы сапарда да Абай туралы ғалымдардың, Абай танушылардың пікірлерін естіп, әңгімелерін естіп, көп деректер жинап әкелдік. Бірінші мақсат сол. Содан кейін мына Абайдың ұлылығы мынада ғой. Мына Қытайлар өзінің конфессиясын мемлекеттік деңгейге көтерген. Мен ойлаймын, осы Абайдың ілімін мемлекеттік идеологияға айналдырып, ұлттық даму, Қазақстанның дамуы сол бағытта өрбісе деп ойлаймын. Қазір мысалы қазақтар арабтанып жатыр, шығыста Европаланып жатыр, орыстанып жатыр дегендей, бұл енді қазақты өзін таба алмай жүргендігі, әркімге бір еліктегені. Ал егер Абай ілімін мемлекеттік идеологияға шейін көтеріп, жаңағы осы рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Жалпы қазақты осы Абай ілімі арқылы өзінің болмысы қайтып әкелсе деймін. Онда ол Абай айтқандай толық адам деңгейіне жетеді. Бұл мемлекет даусыз, мемлекеттік ұлттың дамуына даусыз зор ықпал ететін сөзсіз. Ал енді осы бір айта кететіні, осы сапарда бізде енді ақпарат құралдары өте күшті қолдау көрсетеді. Мен енді бұлай өзім ескергенім бар, ескермегенім бар, жалпы саны бір 20-ға шақты телевидение, радио, газеттер біз туралы жазыпты. Оның ішінде YouTube арналар бар жеке. Содан кейін
фейсбук әлеуметтік желіде мыңнан асып кететін көрілімдер болды. Біз танымаған адамдар бізге бәрі тілек айтып, қостап, қолпаштап жатқанын өте қуаныштымын. Соған қарап ойладым, мына халықтың абайға деген ықыласы ерекше деп бір, екіншіден осы бізді жарнамалап, осы насихаттап жатқан осы телеарналарға, осы ақпарат құралдарының бәріне рахмет айтқым келеді. Зор басымызды иіп тұрып, зор рахмет айтқымыз келеді. Жақсы аға, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс, тек қана сәттілік дейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман саулық болсын. Қымбатты көрермен, бұл видео сұхбат телефонмен түсіріліп, толықтай телефонмен монтаждалды. Егер видео сұхбат ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыз. Бәрекелді YouTube арнасына тіркеліп қойыңыз. Егер бата тілек сын пікірлеріңіз болса, төменгі комментарий жазыңыздар. Бұл видео сұхбаттың жазбаша нұсқасын Елорда инфо сайтынан оқи аласыздар. Ал Дәулетқали Асауовтың жол жазбасын 24 қыркүйек күні шыққан Астана ақшамы газетінің нөмір 113 санынан оқуға болады. Қалай аға? Көп рахмет. Өзіңе рахмет. Ұнады. Несіне ұнады? Мен ойымдағының бәрін айттым деп ойлаймын. Сен сол ойымдағының бәрін айтқыздың, ойымдағының бәрін айтты деп ойлаймын. Және бұл сұхбат өзіңе де, маған да ең бірінші көрерменге керек сияқты. Өйткені абай айтты, насихаттай беруіміз керек, елдің құлағына сіңіре беру керек. Ол санасына құя беру керек, сол арқылы абайға, елді абайға жақындата беру керек. Ел ең үлкен мақсаты сол менікі. Бәрекелді аға, сіздерге ерлік болды енді. Айт, рахмет. Мықты. Тіпті фотоға тартып жешіп қалды.